Ерали 4-ші сыныбында оқимын. Мен кітапханадан ертеде деген кітап алдым. Бұл ертегінің ішінен уәдеге берік жігіт деген ертегіні оқып берейін. Әңгімелеп берейін. Бір күні 3 ағайынды болыпты. Олар өте кедей екен. Тапқан таянғандары ішіп жегеніне жетпейді екен. Бір күні олар көлеңкеде отырып, бір топ қара торғайлар келеді. Сөйтіп үлкені армандайды. Осындай қора малым болса, өмірінде ешқандай адамды ренжітпей өтер едім дейді. Ортаншысы да, мен де осындай қора малым болса, адамдарды сыйлаушы едім дейді. Кішісі үндемейді. Сөйтіп, ағалар айтады, сен не істер едің дейді. Сонда кенжесі, маған азын-аулақ малым болса, баспанам болса, әйелім болса, мен де ешқандай адамды ренжітпес едім дейді. Сөйтіп, олардың жандарында бір қария келеді. Менің атым уәде, сендердің әңгімелеріңді естідім. Сендерге сый жасаймын. Егер сендер серттеріңде тұрсаңдар, сендерге сый жасаймын. Сендерге екеулеріңе мал керек емес па? Анау төбеден мал алыңдар. Біреулерін қарасын, біреулерін ақтарын алыңдар дейді. Сөйтіп екеуі арсалаңдап жүгіре кетеді. Ал кішісіне, саған баспанаң, азын-аулақ малың және де әйелің керек. Сен сол түтін шығып атқан үйден ала аласың дейді. Сосын олар 1-2 жыл өткен соң уәде, бақыт, пейіл үшеуі бұл 3 ағайындыны сынап көрейік дейді. Ары қарай білгілеріңіз келсе, кітапханадан ертеде деген кітапты алыңыздар.